Нұрсұлтанды қолдаймыз. Ауданымыздың жастары елорда атауының өзгертілгенін зор ықыласпен қабылдады. Өйткені Алаш атының қазақ атына жаңаруы Қазақстанды жаһан танып, әлем мойындауы тұңғыш президенттің көреген саясатының арқасы. Тәуелсіз Қазақстанның жаңа астанасын құруда еңбегі ұшан теңіз. Дер кезінде қабылданған шешім астананың атын Нұрсұлтан деп өзгертілгенін сарыағаштық жастар да қолдап отыр. Бүгін жастардың қатысуымен жаңа атауға ие болған елорда Нұрсұлтанды қолдау туралы акция өткізілді. Ерекше құлшыныспен ұрандатқан Сарыағаш өңіріндегі білім ордаларының шәкірттері жаңа елорда атауын қолдайтындықтарын зор серпінмен жеткізді. Өңір жастары бұл шешімге оң ықылас танытып отыр. 2019 жылы 19 наурыз күні сағат 19:00-де тұңғыш елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мынау ел тағдырындағы үлкен тарихи сәтке жасады. Өз президент өкілдігін өткізіп, мынау Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы тапсырды. Бұл тарихи жағдай. Елбасы, тұңғыш президентіміз елді 30 жылдан артық басқарып, осы уақытта экономикасын көтеру, сырабыл саясатының арқасындағы халықтың әл-ауқатын көтеру, мынау Қазақстан елін, Қазақстан бүкіл дүниеге танытып, ерекше бір үлкен өзінің ізін қалдырды. Тарихты барласақ, тұңғыш президентіміздің көреген саясатының арқасында еліміз толағай табыстарға жетті. Ашық саясат достанып, елдің біртұтастығын сақтады. Келісімі жарасқан бейбіт түрде өмір сүруімізге елбасының сындарлы саясаты ерекше ықпал етті. Тіпті егемендікке қол жеткізген сәтте астанамыздың құрылуын басты назарда ұстады. Сол себепті астананың Нұрсұлтан деп аталуы уақытылы қабылданған құптарлық шешім. Бүгін Сарыағаш ауданында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Астана қаласы Нұрсұлтан қаласы болып өзгеруіне байланысты ауданымыздың белсенді 500 жастың қатысуымен үлкен акция болып өтті. Акцияға ауданымыздың жастары белсенді қатысып, қолдау көрсетті. Жастардың серпіні өзгеше. Әлем халықтарының алдында құлдығы мен зорлығы жоқ азат елдің бейнесін көрсетіп, ғасырлар қойнауынан қалыптасқан төл мәдениетімізді паш ете отырып, жаңаша өмірге қадам басқанымыз үшін де тұңғыш көшбасшымыз құрметке әбден лайық. Құрметтің бір көрінісі елорданың Нұрсұлтан деп аталуы дейді белсенді жастар. Біз Абу Али ибн Сина жоғары колледжінің жастары елордасы астанамыздың Нұрсұлтан деп өзгерілуін қолдаймыз. Аз ғана уақыттың ішінде біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл астананы өте көркем етті, және де оның дамуына өте үлкен үлесін қосты, өзінің ерен еңбегін сіңірді. Және де бұл астанамыздың 30 елдің қатарына енгізді. Бұл біздің тұңғыш президентіміз астанамызды әлем мойындатқан қала етті, әлем мойындатқан ел етіп дамытты. Елордамызға тұңғыш президентіміз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімін беруді қолдаймыз. Себебі бізді осындай күнге жеткізген, елімізді дамыған 30 елдің қатарына қосқан, елімізді әлем елдерінің алдында мойындатқан президентіміздің есімін беру біз үшін мәртебе болып табылады. Және біз оның есімін елордамызға беруді қолдаймыз. Бір қаламның ұшымен жазылып, күллі қазақ жұртының жүрегін елжіреткен бұл тарихи шешім келешекте біздің қызу құштарлықпен, сарқылмас сүйіспеншілікпен айтатын тарихымызға айналары сөзсіз. Майра Нұрмахан, Нұрсұлтан Исаев, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.